Аяз би ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң оның 40 уәзірі болады ғой. Бір күні хан уәзірлерімен мәжілістес болып отырып, уәзірлерім, сендер 40-да асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, құстың жаманын және шөптің жаманын тауып келіңдер. 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер жазалы боласыңдар деді. Хан бұйырған соң амал жоқ. Уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп азап шегіп шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен арасынан жүрсе киім жыртады. Мал жемейді екен, шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар бір адам 5-10 қойды бағып жүр. Уәзірлер адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрғанда, әлгі адам: "Уа мырзалар, жол болсын" деді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргенін айтады. Жаман тұрып: "Түсінікті, адамның жаманы керек болса мен боламын" дейді. Олай болса жарайды деп жаманды атына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. Хан келе жатып: "Жаман, адамның жаманын тауып алыңыздар. Бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіздер. Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан еді" деп уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырған. Уәзірлер мәнсін сұрайын деп еді, хан алдында айтамын деп жаман сөйлемеді. Уәзірлер келген соң хан әкелген адамға қарап: "Әкелген адамдарың жарайды, әзірге аспазшыға апарып беріңдер. Көжемен нан берсін, сыйласын. Ертең орта қалып тамаш етеміз" деп жаманды ас үйге жібертеді. "Бірақ" дейді хан, "құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре бұларды әкелулеріңнің не жөні бар еді" деп хан уәзірлерге қатулы қарайды. Сонда уәзірлер: "Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаман деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан деп бізге оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды" деп жауап береді. Хан тоқтатыңқырап: Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан. Алып келіңіздер, сұралық" деп бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап: "Мен құстың жаманını қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен шөптің жаманы қарақоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің" дейді. "Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірім отын су тасумен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып отқа жақсам жанбайтын еді. Үрсем жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып жемейтін. Соң қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп екен ғой деп ойладым. Қарақоғаның жамандығын содан білдім" дейді жаман. "Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің?" дейді хан. "Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан, қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы, ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты өзі де ала бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын содан білдім. Енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің" дейді хан. "Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып бала көрді, келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей жақсымын ба" депті ханға. Хан басын шайқап: "Япыр-ай, осы жаман болса жарар еді. Құстың, шөптің өзінің жамандығында дәлел айтты. Жарайды, енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бересің бе" дейді. "Жақсы, сынап берейін" деп тұлпарды алып келген соң, жаман тұлпардың алды-артына қарап: "Тұлпарыңыз типатынан мін таба алмадым. Енді мініп қарар едім.
деп ханнан рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп есік алдындағы өзеннен әрі-бері өтті де қайтып келіп, тақсыр, тұлпарыңның басқа мін таба алмадым, тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен дейді. Япыр-ай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас, менің ақша хан деген құдам бар еді, соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлымды таба алмай өлер болған соң, биесі өлсін, құлын қалсын деп ішін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді, әбден отығып кеткенше сиырдың үстімен асыраған едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің дейді. Тұлпардың өтен мінін таба алмадым, бірақ тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде аузын суға малып, арт қаяғын сілкіп өтті. Сиыр күнінде 40 суарсаң да, судан өткенде сиыр арт қаяғын сілкпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім дейді. Жұрт таң қалып бір-біріне қарасады. Хан бір ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мусаның асасындай, дәулеттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап, деп қазынасындағы тасты алдырып берді. Жаман тасталып, салмақтап, байқап қарап отырды да, сіздің тасыңыз рас қасиетті тас екен, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде екі ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығы қалыпты. Сол құрт 2 жылдан соң тесіп шығады. Тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды дейді. Жұрт не дерін білмей, бірсыпырасы бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық депті. Бірсыпырасы жаманның сөзіне бола тастан айырылмайық дейді. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін 2 ақ қарабас құрт кеулеп тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екен, қайдан білдің дейді хан. Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілдеген екен, құрт бар екен, сонан білдім деп жауап береді. Апырмай, сен жаман болмадың ғой. Қайта сен бір данышпан болып жүрме, ал сен менің өзімді сынашы. Мен неше адамнан бері хан екенмін дейді хан. Жаман жақсы деп тақта отырған ханның алдартына шығып, алдына келіп ханның бетіне қарап тұрып, тақсыр ханым, ақыл-ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басыңда. Қарадан туып хан болғансың, атаңда хандық жоқ дейді. Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп, жоқ, қат айтасың. Мен 7 атамнан бері ханмын, өзімді қойғанда 6 атамды қайда жібересің деп зекіреді. Жаман саспайды. Жоқ тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа жеріңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз дейді. Хан не дерін білмей халыққа қарап, апырмау, мына жаман не дейді? Халқым, мен хан баласымын деп жүредім, шақырыңдар анамды дейді. Ол о дүниеге біреудің ханын жүктеп, тәңір алдында қара бет болмасын. Не де болса шынын айтсын. Әйтпесе ашумен мына жаманның басын кесемін дейді. Шешесі келген соң хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп сөзге кірісті. Шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді, оны тәңірінің өзі білетін еді, мен білетін едім. Мынау жаманың біліпті. Енді айтайын, атаң сенің Зәрліхан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқан үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшінде Зәрліхан деп халық ат қойыпты. 20-шы әйел етіп мен алды. Мен де 2 қабат болған соң жалғыз жанымнан қорқып, тәуіптерге қаратып едім, сенің ішіңдегі де қыз деді. Қыз тапсам мен де өлтіреді ғой деп қайғы жедім. Сол күндерде аспаз наубайдың әйелде 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қарап едім. Оның ішінде ұл деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді. Ол әйел оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтай алтын беріп, ақыреттік дос болайық. Ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп сол жерде уәдесін берді. Туар кезімде Зәрліхан аң деді, екеуміздің толғағымыз бір күні келіп, бір сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің. Енді бұл күнде мына жаманың оны біліпті. Сыр ашылуға тәңірі жазса не шарам бар, деп сөзін аяқтай алмай шешесі жылап жібереді. Хан сөз тапқанға қолқа жоқ, олай болса мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз деп, хан тағынан түсіп тақты жаманға береді. Жаман жоқ тақсыр, кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына мініп келген жаман едім.
бүгін таққа отырмаймын, сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар, тағыңызға мініңіз деп болмайды. Хан таққа отырып, апырмай, менің Наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз дейді. Сонда Жаман, мен жаман жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішерасы жал жаямен аузыңызға түспей, нан мен көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз, сіздің шонжарлы атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінде хан тағы да хандық қылады. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. 40 уәзір шетте қалды. Күндердің күнінде бір күні Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі 6 қанат ақ боз үй тұр. Төңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан, бұл не жиын деп сұрайды. Сонда хан,